Сәлем достар, қалайсыздар? Егерде сізде бір шаруа болған, бастай алмай жүрген, көптен ойыңызда жүрген бір шаруа, бастай алмай жүрген. Егерде сол өз жемісін көрсетсін десеңіз, бүгін дәл сол күн, сол шаруаны бастайтын күн. Өйткені ертең ол болмайды. Бүгіннен бастамасаңыз, ертең десеңіз, ертеңге қалай десем болады. Еріншектің ертеңі бітпейді дейді ғой. Ертең не наступает дейді. Ертең бүгін болып кетеді. Бүгін бастаған кезде ол уже бүгін жемісін береді. Ал ертең бастайым десеңіз, ол тағы ертеңге қала береді. Сондықтан сәл кішкентай ғана қадаммен болса да, алға қойған мақсаттарыңызға жете берулеріңізге тілектеспін. Бүгінгі күн жаңа күн, жаңа мүмкіндіктер. Сондықтан осы мүмкіндікті пайдаланыңыздар. Мен бүгін мүмкіндігінше әр сәттерімді салып отырам. Бағана ерте сағат 5-те тұрдым. 6-ға 10 минут қалғанға дейін 5-те тұрдым. Содан кейін черный мед, қара балды бір кесеге, стаканға араластырып, бір үлкен қасығын іштім. Одан кейін далаға серуенге шықтым. Даладан 6-ға 10 минут қалғанда кірдім. Одан кейін марафонның сабағына қатыстым. 7-ге дейін. Одан кейін жарты сағат кітап оқыдым. Таңғы асымды іштім. Киімдерімді киіп жұмысқа кетіп бара жатырмын. Қазір жолда машина аз екен, алаңсыз сөйлесуге болады. Сондықтан сіздерге осы әңгімемді айтып жатырмын. Жалпы ең бірінші адам өзінің еріншектігін біреуге асып қойғанды жақсы көреді. Неге? Өйткені өзі сол істі бастаудан қорқады. Содан кейін қорқақтығын еріншектікке апарып қояды. Еріншектікті уақыттың жоқтығын апарып қояды. Егер де сіздің уақытыңыз жоқ болса, 10 минут ерте тұрыңыз. 10 минут нәрсе, ешқандай сізге кедергі болмайды. 10 минут. Бір апта 10 минут ерте тұрып жүріңіз. Келесі аптаға тағы да 10 минут қосыңыз. Сөйтіп, мысалы, бір аптада сіз 10 минут ерте тұрып жүрсеңіз, бір сағатыңыз бар. Жаңағы жасайым деген жұмысыңызға уақыт жетпей жүргеніне бір сағат уақыт тауып аласыз. Келесі апта тағы 10 минут қоссаңыз, 2 сағат болады. Сөйтіп, ерте тұруды үйреніп кетесіздер. Ал енді ерте тұруға ерініп жүрген адамдар, немесе өзінің жасайын деп жүрген тапсырмасын жасай алмай жүрген адамдар, олар үлкен жетістікке жетуіне ұзақ уақыт керек болады. Тіпті кейбіреулер жете де алмай қалады. Сондықтан өміріңіз өз қолыңызда. Әр адам өз өмірінің суретшісі. Қалай сурет саламын дейсіз, өзіңіз білесіз. Мысалы, қазір мен көлікпен келе жатырмын. Өзің білесің де, оң жағымен жүресің бе, сол жағымен жүресің бе. Бірақ бір ережелер бар, жол ережелері. Оны сақтау керек. Сол
кей кездерде бір нәрсені ойлаймыз да, сол болған кезде таң қаламыз ғой. Мен соны ойлап едім деп. Оны таң қалатын түгі де жоқ. Өйткені біз ойлаған кезде біздің түп санамыз соған не береді? Мүмкіндік береді. Қаладың ғой деген сияқты. Просто біздің қалағанымыз шынымен де бізге керек па, керек емес па, оны сіз өзіңіздің ойыңызбен шешесіз. Сол, алым қаласа болашақта жасап жатырмыз. Қадам бастадым. Инстаграмда сіздерменен өзімнің пікірлеріммен бөлісетін болам. Жарты сағаттық уақыттарыңыз бөлсеңіздер, соған қатыссаңыздар болады. Бар білгеніммен бөлісуге, сіздердің сұрақтарыңыз болса сұрақтарыңызға жауап беруге дайындалып жатырмын. Ал жаңа аптамыз жағымды жаңалықтарға толы болсын. Кептеліс басталып кетті. Мына тұрған кептеліс сияқты. Қараңыздар, кептеліс болса, менің жұмысқа жетуіме, уақытында жетуіме кедергі болады. Егер де мен мына жерден картадан көріп алып, қай жерде кептеліс қатты болып тұр, соны көріп алып, кептеліс жоқ жолдармен жүріп кетсем, онда дұрыс уақытында баруым мүмкін. Ал кептелісте тұра беретін болса, онда біраз ұзақ уақыт күтіп қалам. Сол сияқты біз миымызға, санамызда жүрген неше түрлі негативный ойлар болып қалады ғой. Сол негативный ойларды кептелісінен қашпаймыз да. Негативный кері ойлар бізге кедергі болатынын түсінбейміз. Кептелісте тұра берсем, тұра беретін, алдында бір 2-3 машина қақтығысып қалды дейге, олардың задачасы біткенше тұра берсек тұра береміз, артымыздан адамдар келе береді, кептелісте тұра береміз. Ал егерде оның жаңағы өтіп кететін жолмен өтіп кететін болсам, онда кептелістен басқаша жолмен өтіп кетеме. Сол сияқты біз өзіміздің түп санамыздағы негативный ойларменен кептеліс жасамауымыз керек. Негативный ойларменен. Если болып қалды ма, егерде жалпы біз өзіміз адамдар өз ойының өнімі ғой. Өз ойымыздың өніміміз. Нені қалаймыз, нені ойлаймыз, қандай сөз сөйлейміз, соған байланысты да біздің өміріміз. Сондықтан сіз өзіңіз брендовый өнім болғыңыз келетін болса, жақсы сөйлеп, жақсы ойлаңыз. Басқаларға жақсы тілеңіз. Атам қазақ айтқан ғой, таспен атқанда аспен ат деп. Сол сияқты біреуге де сіздің көңіліңізді қалтырса, оның көңілін қалтыруға тырыспау керек. Керісінше бақыт сыйлау керек. Рахмет айту керек. Осындай мүмкіндікті бергеніңе деп. Осындай сабақ алуыма мүмкіндік бергеніңе деп. Сондықтан осы аптада мен өзім әр аптада бір жақсы қасиетті бойыңа сіңіріп үйрену керек дейді. Сонда мысалы айына 4 қасиетті үйреніп аласың. 2 айда 8 қасиет, 3 айда 12 қасиет. Сөйтіп бір жылда өте бер. Сол сияқты енді күніне бір қасиет дегенге кішкене артқа өтеді. Өйткені бүгін бұл қасиетті ойыңа сіңіріп, ертең сіңіре алмай қалуы мүмкін да. Сондықтан аптасына бір жақсы қасиетті ойыңа сіңіріп отырсаңыз, ол сізге жақсы әдетке айналады. Ал біздің жалпы өміріміз сол
кездесейік.